Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге идеальный тестадан жасалатын түшпәрамен таныстырамын. Ол үшін бізге май, жұмыртқа, қаймақ, ұн және сүт керек болады. Ең алдымен майға ұнды қосып, кішкене тұз қосып, оны песочный қамыр болатындай етіп илеп шығамыз. Песочный қамыр болуы ол түшпәраның қытырлақ болуына көмектеседі. Міне осылай видеода көрсетілгендей етіп песочный қылып илеп шығып, оған жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, сүт қосып илейміз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін астында описанияға қалдырамын. Қалауларыңызша қасықпен я қолмен қолға жабысатындай жұмсақ қамыр етіп илеп шығамыз. Оны 10-15 минутқа демалдырып қойсаңыздар болады. Ол қамырдың жақсы жайылуына көмектеседі. Енді салмасына келсек, пиязды майдалап турап, оны майға, аз ғана майға қуырып аламыз. Ол салмасын дәмдірек етеді. Картошкаға бұрыш, тұз, тағы да басқа приправалар қосып дайындаймыз. Өз қалауларыңызша. Менде чесночный приправа бар болған соң соны қостым. Қуырылған пиязды алып, картошкаға салып, оларды пюре қылып езіп шығамыз. Тиянақты тегіс етіп езіп шығамыз. Ал қамырымызды кәдімгі пельменнің қамыры ұқсатып жайып, тек жұқа болып кетпесін, қалың болса әдемірек болады. Қалауларыңызша үлкен я кіші етіп кесіп шығамыз. Маған орташа болған ұнады. Жегенге ыңғайлы. Салмаларын салып, оны мына видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Егер қаласаңыздар, одан да басқаша сәндеп түйуге болады. Майды қыздырып дайындап қойып, қызартып тұрып қуырып аламыз. Міне біздің түшпәрамыз дайын болды. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасаңыздар.